Сәлем достар. Бүгін біз өте қызықты әрі пайдалы тақырыпқа тоқталамыз. Теңіз өнімдері және олардың адам организміне әсері. Сен теңіз жағасында тұрмасаң да, бұл тағамдар сенің дастарханыңда жиі кездеседі. Лосось, скумбрия, тунец, асшаян, мидия, кальмар, теңіз балдырлары. Осылардың барлығы бізге тек дәм ғана емес, денсаулық сыйлайды. Теңіз өнімдерінің адам денсаулығына пайдасы жайлы айтқанда, ең бірінші ойға келетіні омега-3 май қышқылдары. Олар жүрек қан тамыр жүйесін қорғайды, ми жұмысына оң әсер етеді, қабынуды азайтады. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Теңіз өнімдерінің құрамында ақуыз, дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар бар. Алайда теңіз өнімдері тек пайдалы ғана емес, кей жағдайда зиян да болуы мүмкін. Мысалы, кейбір түрлерінде сынап, қорғасын сияқты ауыр металдар жиналуы мүмкін. Сондай-ақ кей адамдарда моллюскілерге аллергия болады. Сондықтан теңіз өнімдерін дұрыс таңдау және тұтыну денсаулық үшін өте маңызды. Теңіз өнімдері өте алуан түрлі. Оларды 4 негізгі топқа бөлуге болады. Балық теңіз өнімдерінің ең танымал түрі. Оларды 2 топқа бөледі. Майлы балықтар, лосось, скумбрия, сардина, тунец, форель. Майсыз балықтар, треска, кек, нәлім, судак. Қызықты факт, Жапонияда ұзақ өмір сүретін адамдардың көпшілігі аптасына 4-5 рет балық жейді. Моллюскілерге асшаян, мидия, устрица, кальмар, октопус жатады. Асшаян ақуызға бай, калориясы төмен. Мидия жүрекке пайдалы. Кальмар бұлшық еттерді қалпына келтіреді. Октопус ми жұмысына оң әсер етеді, себебі құрамында мыс пен селен бар. Теңіз балдырлары бұл вегетариандық теңіз өнімдері. Нори, суши орауға қолданылады, құрамында йод пен кальций бар. Қызықты факт, Кореяда балдырдан жасалған сорпа босанған әйелдерге міндетті түрде беріледі, себебі ол қан құрамын жақсартады. Теңіз өнімдері табиғаттың ең құнды сыйлығы. Теңіз өнімдері жоғары сапалы ақуыздың қайнар көзі. 100 грамм балық құрамында шамамен 18-20 грамм ақуыз болады. Бұл ақуызда барлық текуз маңызды амин қышқылдары бар. Амин қышқылдары бұлшық еттің өсуіне, жараның жазылуына, гормондардың түзілуіне қатысады. 2019 жылы Nutrients журналында жарияланған зерттеу теңіз өнімдерінің ақуыздары сиыр еті мен тауық етіне қарағанда жеңіл қорытылады. EPA қабынуға қарсы әсер етеді. DHA ми мен көз тор қабығының негізгі құрылыс материалы. Америкалық жүрек ассоциациясы омега-3 май қышқылдары жүрек ауруынан болатын өлім қаупін 30%-ға дейін төмендететінін хабарлаған. 2018 жылы The Journal of Nutrition зерттеуі аптасына 3 рет теңіз өнімдерін тұтынған адамдардың қандағы витамин D деңгейі 25-ға жоғары болғанын анықтады. Теңіз өнімдерінің минералдық құрамы өте бай: йод, темір, мырыш, селен, магний, кальций. Йод жетіспеушілігі бар аймақтарда теңіз балдырларын жүйелі тұтыну қалқанша безі ауруларының жиілігін 40%-ға төмендеткен. Теңіз өнімдері жүрек ауруының алдын алуда әлемдегі ең тиімді тағамдардың бірі болып саналады. Омега-3 май қышқылдары қан тамырларының серпімділігін арттырады, қандағы триглицерид деңгейін төмендетеді. American Journal of Clinical Nutrition деректеріне сәйкес, аптасына кем дегенде 2 порция майлы балық жейтін адамдарда жүрек қан тамыр ауруларынан өлу қаупі 36%-ға төмен. Ми жасушаларының 60%-ға жуығы майдан тұрады. Оның ішінде DHA, теңіз өнімдеріндегі омега-3 түрі, негізгі құрылыс материалы. Жад пен зейінді жақсартады, оқудағы және жұмыс кезіндегі ойлау қабілетін арттырады. 2016 жылы Lancet журналында жарияланған зерттеу нәтижесі бойынша, аптасына 1 рет балық жейтін егде жастағы адамдарда деменция қаупі 20%-ға төмен болған. Теңіз өнімдеріндегі ақуыз, омега-3 және антиоксиданттар тері мен шаш саулығына ерекше әсер етеді. Қабынуды азайтады, тері ылғалдылығын сақтайды, фолликулдарды қоректендіреді. Теңіз өнімдерінде мырыш, селен, витамин D сияқты иммунитетті күшейтетін элементтер көп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы теңіз өнімдерін аптасына кем дегенде 2-3 рет жеуді ұсынады. Ересектер аптасына 300-350 грамм дайын өнім. Балалар аптасына 150-200 грамм. Жүкті әйелдер аптасына 2 рет сынап деңгейі төмен балық түрлерін ғана. Күніне 1 реттен артық майлы балық жеу омега-3 нормасын толтырады. Бірақ сынап жиналу қаупін арттырмау үшін түрлерін ауыстырып отырған дұрыс. Сапалы теңіз өнімін таңдау, оның барлық пайдалы қасиетін сақтаудың алғашқы қадамы. Көзі мөлдір, бұлыңғыр емес. Иісі жағымды, теңіз иісі болуы керек. Қабығы жылтыр және тегіс.
Мұздатылған өнім таңдауда мұз қабаты тым қалың болмауы керек. Қаптамасында мұздың көп жиналуы өнімнің қайта мұздатылғанын білдіреді. Теңіз өнімдерін пісіру кезінде олардың пайдалы заттарын барынша сақтау маңызды. Буға пісіру дәрумендер мен минералдарды толық сақтайды. Гриль немесе духовка қосымша май қоспай ақ дәмін сақтайды. Терең майда қуыру омега-3 май қышқылдарын бұзады, трансмайлар пайда болады. Ұзақ уақыт қайнату витаминдердің көп бөлігі жойылады. Теңіз өнімдері адам денсаулығына пайдалы болғанымен, оларды тұтынуда белгілі бір қауіптер мен шектеулер бар. Сынап көбінесе үлкен жыртқыш балықтардың етінде көп болады. Себебі олар азықтық тізбектің жоғарғы сатысында тұрады. ақш-тың азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы сынап мөлшері 3 мг асатын балықты жиі жеуді шектеуді ұсынады. Теңіз өнімдері әлемдегі ең жиі кездесетін тағамдық аллергендердің бірі. Белгілері: тері бөртпесі, қышу, ісіну, тыныс алудың қиындауы. Ең көп аллергия тудыратындар: асшаян, краб, омар, мидия, устрица. Әлем халқының шамамен 2-3% теңіз өнімдеріне аллергиядан зардап шегеді, ал балаларда бұл көрсеткіш жоғарырақ. Соңғы зерттеулерде теңіз өнімдерінен микропластик бөлшектері табылған. Шикі немесе дұрыс пісірілмеген теңіз өнімдерінде қауіпті микроорганизмдер мен паразиттер болуы мүмкін. Жүкті әйелдер сынап мөлшері жор балық түрлерінен аулақ болу керек. Балалар иммунитеті әлі толық дамымағандықтан шикі өнімдерден бас тарту қажет. Теңіз өнімдері тек ас мәзірінің бөлігі ғана емес, сонымен қатар адамзат тарихында маңызды рөл атқарған. Археологиялық қазбалар көрсеткендей, адамдар шамамен 165 жыл бұрын теңіз өнімдерін жей бастаған. Орта ғасырларда викингтер ұзақ теңіз сапарларында кептірілген балықты негізгі тағам ретінде жеген. Жапониядағы Окинава аралында әлемдегі ең көп 100 жастан асқан адамдар тұрады. Гарвард университетінің 2017 жылғы зерттеуінде аптасына кемінде 2 рет балық жейтін балалардың IQ деңгейі орта есеппен 4 ұпайға жоғары болатыны анықталды. Австралиялық ғалымдар жүргізген зерттеуде диетасына теңіз өнімдерін жиі қосатын адамдардың депрессияға шалдығу қаупі 30%-ға төмен екені анықталды. Устрица бір мезгілде әрі еркек, әрі ұрғашы бола алады. Өмір бойы жынысын бірнеше рет өзгертуі мүмкін. Кальмардың кей түрлерінің көзі футбол добының көлеміндей болады. Бұл жануарлар әлеміндегі ең үлкен көздер. Теңіз балдырлары жердегі оттегінің шамамен 50%-ын өндіреді. Теңіз өнімдерін күнделікті ас мәзіріне енгізу тек дәм ғана емес, денсаулыққа пайдалы әдет. Жаңа балықты 4 дәрежелі температурада бір күннен артық сақтамаған дұрыс. Мұздатылғанын 18 3-6 айға дейін сақтауға болады. Буға пісіру витаминдер мен минералдардың 90%-ын сақтайды. Грильдеу майсыз, хош иісті тағамдар үшін тамаша. Лосось грильде 200 грамм лосось филесі, лимон шырыны, зәйтүн майы. Лососьті лимон шырыны мен зәйтүн майымен маринаттаңыз. Теңіз салаты мидия мен асшаянды тұзды суда 3-4 минут қайнатыңыз. Көкөністерді ұсақтап турап, теңіз өнімдерімен араластырыңыз. Балдырлы мисо сорпасы. Суды қайнатып, балдырларды қосыңыз. Тофу текшелерін салып, соңында мисо пастасын ерітіп қосыңыз. Аптасына кемінде 2-3 рет балық немесе теңіз өнімін тұтыну ұсынылады. Таңғы ас, омлетке ысталған лосось. Түскі ас, буға пісірілген балық пен көкөніс салаты. Кешкі ас, мидия қосылған күріш. Егер теңіз өнімдерін алғаш рет жеп көрсеңіз, кішкентай мөлшерден бастап, аллергия бар жоғын тексеріңіз. Теңіз өнімдері табиғаттың бізге берген ең құнды сыйларының бірі. Олар адам организміне қажетті ақуыз, май қышқылдары, витаминдер мен минералдардың ең бай көзі болып табылады. Дұрыс және жүйелі түрде тұтынған жағдайда, бұл тағамдар жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын сақтауға, мидың қызметін жақсартуға көмектеседі. Алайда теңіз өнімдерін тұтыну кезінде белгілі бір қауіптерді де ескерген жөн. Сынап және ауыр металдардың жиналуы, аллергиялық реакциялар мүмкіндігі. Сондықтан теңіз өнімдерін таңдауда мынадай ережелерді ұстану маңызды. Сенімді жеткізушіден сатып алу, жаңа немесе мұздатылған сапалы өнімдерді таңдау. Ғылыми деректер көрсеткендей, теңіз өнімдері диетасына тұрақты түрде қосылған адамдарда жүрек ауруларының, инсульттың, депрессияның қаупі төмен болады. Теңіз өнімдері адам денсаулығы үшін аса пайдалы тағамдар тобы. Бірақ кез келген пайдалы нәрсе секілді, оларды да мөлшермен және сапасына назар аудара отырып пайдалану керек.
сол кезде ғана теңіз өнімдері біздің ұзақ өмір сүруімізге, белсенділігімізге және жалпы саулығымызға оң әсерін тигізеді.